Сабаққа дайынсыз ба? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, оқи алыңыздар. Мен Зиялова Елек, мен Гүлжан. Жақсы, керемет. Қашан жақсы. Мен Ақылбек Жақсы. Қалайсың? Мен Аманхан, мен Нұрлан. Яғни, Нұрхан деген аттар, Нұрланы деген. Жақсы, жолы болғышпын мен жақсы балалар. Әлі бұлағында ғой? Мен Алланың жауабы, мен тәртіппін. Жақсы. Өте тәртіпті оқушы болады бізде. Айнұр? Мен Нұрмағамбет. Мен Нұрмағамбет белсенді. Жақсы, белсенді. Бізге сабақта белсенді келуге балалар. Мен Қабидолла Сұлтанбек, психологпын. Жақсы. Жақсы. Мен Мұстайылардан Ақылбек. Жақсы. Жақсы. Бақытпен өте керемет. Жақсы, мынандай сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарға өзіміздің ойымызды айтып қояйық, балалар. Осы шығармадағы кейіпкерлердің атауымен аталады. Бірінші топ Сантьяго, яғни шал, кейіпкеріміз. Екінші шалдың қасындағы серік баласы, кішкентай Манарин. Үшінші топ Ол жалпы жан-жақты дамыған адам, ол спорт жағынан да, жазу жағынан да, және де әскери жаңағы тыныштық жағынан да, тынышы жағынан да кез келген Мен Хемингуэй, ол 1899 жылдың 21 шілдесінде ақш-тың Иллинойс штатының Оук-Парк дейтін қалашығында дүниеге келген. Оның әкесінің аты Кларенс Орманд, ол дәрігер, анасы Грейс Холл. Ол баласының тәрбиесімен айналысқан. Олардың отбасы дәрігер отбасы, ол жерде әкесі әнісі кішкентай жасап, балық аулауға, аңшылық шашуға балған, саяхаттарға шыққан Эдем және өстімен кейін бір газетке жазушы болып, журналист болып тұрған. Жақсы. Тағы Айнұр айтады. Эрнест Хемингуэй 1889 жылы 21 шілдеде өмірге келген. Ол Оук-Парк қаласында дәрігерлер отбасында өмір сүрген және 6 ғана сөзден тұратын шығарманы бірінші болып жазған. Соның ең алдымен сонымен танылды. Ол қандай шығармасы екен? Оның одай тақырыбы жоқ, мынандай аянышты шығарма жазу керек болып алғаш Жақсы. сосын оның екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 54 жылы осы Шалғын теңіз повесін жазып шықты. Жақсы, жақсы. Ал балалар аяқтығында сатылады, кейінге деген әңгімесімен бүкіл әлемге танылған. Шығарманың аты да «Шал мен теңіз» деп аталған екен. Жақсы. Енді балалар осы шығармада айтатын астарлы ой қандай? Автордың қандай ойды сізге жеткізбек болды? Үйіңіз айта ғой қазір. Оқырманға осы шал мен балық арасындағы теңіз бойында болған оқиғаны Ой, балалар қашанда шыдамды болу керек, көзімді болу керек. Айта ғой. Бұл шығармада яғни шалдың өмірі баяндалады, теңізде балық аулау туралы. Яғни ол балық аулауда қандай қиындыққа жолығады, адамда өмірдегі қиындықтарға төзіп, ары қарай шыдау туралы айтады. Яғни сол арқылы жеткізгісі келеді автор. Қалайда өзінің көздеген мақсатына жету. Жақсы, енді балалар осы шығармадағы кейіпкерлерді атаймыз. Максим ол кафе, қонақжай. Содан кейін Федерико ол балықшы. Жақсы. Яғни шалдың қасындағы қосалқы кейіпкерлерге, яғни шалдың күндердің қарым-қатынасы өтетін, әңгімелесетін, ең жақын
жалпы екі кейіпкер бала. Шал мен Сантьяго және отбасындағы серік баласы, иә? Жақсы. Сонымен бірге тағы да балалар біз қосалқы кейіпкер ретінде. Марлин балық, осы ерекше балық деген жаңағы теңізде Марлин. Мана Жалпы осы суретті бүгінгі сабағымызға қатысы бар ма? Жоқ па? Кім айтады? Сіздер бәйтерейші? шал. Кімдер суреттерді береміз? Иә, шал, Сантьяго. Иә, қасындағы баласы және жаңағы айтылған, шал мен тақсыраумен теңіз повесі. Бұлай болса, балалар бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Жақсы. Бүгінгі күннің жадын жазып қойыңыздар балалар. Дәптерімізге бүгінгі күннің жадын жазып қояйық. Сәуір айының 27-сі. Дәптеріміз бәрінде бар ғой. Бірінші тапсырма баланың жеке жұмыс. Жаңа алдарыңызда шығыпты ғой, иә? Шығарма кейіпкерлерінің ойындағы ерекше мінездерін теріп жазыңыздар дейді. Алдарыңызда оқулықтарымыз бар, сол оқулықтың ішінен балалар екі кейіпкерге қатысты осы екі кейіпкердің ойындағы ерекше мінездерін теріп жазайық. Яғни шығармадан өзіңге келесіздер. Көрініп тұр ма? Кейіпкер ойындағы ерекше мінездерін табады, ерекше мінездерін береді. Менің ойымша бұл өзінде Мариннің балық аулауға деген көзқарасының өзгеруіне және оның балық аулауға деген құштарлығын көруге болады. Сонымен қатар шал бұл өте ержүрек және де тығыз ситуацияларда шешім табылатын наразы көруге болады. Шал оны көрген бойда жақын келуін күтіп, телефонды қолына қонақтарлар сізге мәлімдеді. Тағыда қимылдатып, көздетіп, көзінің алға бұлдырап кеткенде де әйтеуір балықты шатқасына аударып түсірді. Яғни бұл үзінді оның өзінің мақсатына қайтпайсында қайсар жігерлі екенін көрсетеді. Бұл шал. Келесі бала. Сантьяго деді бала. Теңіздің балық аулауға қайтадан сенімен бірге шығуыма болады. Аз-маз ақша таптым.
бұл баланың шалға деген ашылса бастауыш шалы не сақылы өту болуы керек пе сізді жида басқа түскен азапты не адамша көтер не балықша шыда бұл шалды өзіне деген айтқан диалогынан өзінің алға қойған мақсатына жетер бойында сондай айтқан жайында өзіне деген жігердің мықты екенін айтқан шалдың жаңаға өте адамның өзіне күте білуге сол кезеңі жетістікке жетеді. Бала шалын сен қақжардың жанын дүниеге қағылды. Бұл кезде баланың шалға деген көмек қолын қана жалығын Жига жолы сыныпта да, бірақ время шалып түзімдікке үмітіне соңына дейін отыр. Жақсы. Болды бала? Сұлтанбек айтамын қазір. Кезек бала. Аяқтай. Шалдың қолы салдырап, көз алдында бұлдырап отырса да тағы да бір қарап көрейін деп өзін дем берді. Менің ойымша шал өзіне мақсат қойып, қайтпас болып алып балыққа кері берді. Жақсы. Шалы банкалық қайсар мінезді өз шыдамды шекерлі өте ақылды керек әрі шықсын олай оған дәлел мына өзін көрсетеді. Бірақ енді еш қолдана амал Кейіпкердің образын туасынан сұрақтар құрастыру, үшінші бағамыңыздар, төртінші шығармадағы кейіпкердің іс-әрекеті. Тездетіп балалар. Жұмыла жұмыс жасап толтыра қояйық. Топтық жұмыс қойды, бірге отырайсыздар. Сосын мақтанауға шығып, бір оқушыны құрай қояйық. қандай қиын жағдайда тап болса да өзіне қойған мақсаттарына жете алатын адам. Ол сынақтардан сүрінбей өткен және өмірде өзі Жақсы. Мына жерде шалдың өмірде киіміне тозған көнерген дейді, бірақ олай болады болса да оның көзінде жанары нұры бар дейді. Міне осы алдағы уақытта сіздерде өмірде өз орындарыңызды тауып, үлкен бір тұлғаға айналуларыңызға мен шын